тау боқтығына күнген жерең кесесен бір болысың бір сабап бар бедау статиядан көргендерің Çanı bota gözünü bulunuz Ekin karpı Eşinde sekizi bulunuz Şirin artı Yüzünde yaznamayden Boşlamayay Her boyu tumburamday Kalday tardı bu Koyup kaldım Жайлауындағы ең әнші, ең өнерлі жастарды жиып әкеп, соларға бар бейілін беріп отыр. Осындай ойын-сауық жиынының ортасында ең қадірлі бір топ қонақ бар. Шеттен келген қонақ. Бұл қазір төрдің тап ортасында жағалай көрпе үстінде үлкен ақ жастықтарды шынтақтаған сал серілер. Солардың ішіндегі ең көрнектісі және бар жиынға қадірлі, сүйіктісі мына қос ішекті домбыраны безілдетіп отырған орта бойлы, қызғылт жүзді, кең ақ маңдайлы нұрлы жігіт.
Ол арқаға аты шыққан, бүкіл орта жүзі асыл саз, әсем әнімен ұйытқан бір жан сал. Тобықты ішіне сонау алыс Көкшетаудан келген сирек сыйлы қонақ. Өзі ақын, өзі әнші, өзі сері бір жан. Үстінде қара мақпал, кең, жеңіл шапаны бар. Омырауы ағытылған, сері жаға ақ көйлектің сыртынан киген сарғылт түсті Қытай жібек камзолы бар. Оқалы тақиясының жібек шоғы ырғала түседі. Құйқылжыған әніне қалың жиын қыбыр етпей ұйып, мүлгіп отырғанда кербез әнші өзі де жүзіне жылтырмайда рең бітіп, нұрлана құбылады. Ерекше әсері бар күй менен аса ұнаған ән тыңдаған уақытта Абай сол сарын сөзбен қатар өзге бір дүниені жарыса ойлап кететін. Өмір, қиял суреттерін, уақиға тасқындарын, жаратылыс, құбылыс толқындарын көріп, соған шомып кетеді. Мұхтар Әуезов.